Бөлім. Жарық сөнгенге дейін. Ауыл түнде мүлде басқа кейіпке енеді. Күндіз тіршілігі үзілмейтін көшелер кеш бататына қалады. Иттердің анда-санда үргені, алыстан естілген пойыздың үні ғана түннің тірі екенін білдіреді. Қалғаны үнсіздік. Ауыр тұнжыраған үнсіздік. Айжан сол үнсіздіктің ортасында жалғыз жатты. Үй іші салқын емес еді, бірақ іші тоңазып жатқандай сезілді. Пеш баяу ғана жылу беріп тұр. Қабырғадағы сағаттың тықылы тым анық естіледі. Әр соққысы жүрегіне қадалғандай. Күйеуі кеткеніне 7 күн болды. Қалада жұмыс бар, ақша табу керек деп асығыс жиналып кеткен. Артына қарап үлгермеді. Айжан оның қадамының дыбысы өшкенше есік алдында тұрып қалған. Содан бері күндер бірдей. Таң тірлік, кеш ой, ал түн сынақ. Үйде тағы бір адам бар еді. Ерлан. Қайнағасы күйеуінің үлкен ағасы. Күндіз ол өзіне өзі жететін адам секілді. Таң ата малға кетеді, кешке үнсіз келеді. Дастархан басында да көп сөйлемейді. Көзін төмен салып асықпай тамақтанады. Айжанмен артық сөз алмаспайды. Бірақ сол үнсіздіктің өзінде бірдеңе бар еді. Айжан оны алғаш байқағанда өзіне сенбеді. Артық ойлап жүрмін деді. Жалғыздықтан шығар деп өзін жұбатты. Бірақ кейде, өте сирек сәттерде, Ерлан көзін көтеріп қалғанда, сол бір қарас Айжанның жанын мазасыз ететін. Суық емес, ашық та емес, бірақ тым терең. Сұрақ қойғандай, немесе жауап күткендей. Айжан сол сәттерде көзін тез тайдырып әкететін. Ол менің қайнағам, деп ішінен қайта-қайта қайталайтын. Бұл сөзді тыйым секілді айтып алғысы келетін. Сол кеш ерекше тыныш басталды. Ерлан ертерек келді. Үстіндегі қалың тонын іліп үнсіз отырып шай ішті. Айжан да көп сөйлемеді. Қасықтың ыдысқа тиген дыбысы ғана естіліп тұрды. Ертең суық болады деді Ерлан кенет. Айжан селк етіп қалды. Даусы тым жақын естілгендей болды. Иә, деді ол жай ғана. Сол бір қысқа диалогтың өзі бөлмеде ұзақ ілініп тұрғандай сезілді. Айжан ерте жатты. Бірақ ұйқы келмеді. Ақ көрпені иығына дейін тартып алып, бүйірмен жатты. Көрпе бір қорған секілді. Соның астында ғана өзін қауіпсіз сезінгендей. Ойы тыншымайды. Күйеуі. Үй. Ерланның бүгінгі көзқарасы. Мен неге соны ойлаймын? Деп өзіне ашуланды. Оның бәрі артық. Болмаған нәрсеге мән беріп жатырмын. Бірақ ой тіл алмайды. Сыртқы бөлмеден қадам дыбысы естілді. Ауыр емес. Асықпай әр қадам анық. Айжан қозғалған жоқ. Бірақ жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Ерлан. Ол дәлізбен жүріп өтті. Бір сәтке Айжанның бөлмесінің алдында тоқтағандай болды ма, әлде ол тек қия ма, айыру қиын. Айжан тынысын ішіне тартып көзін жұмды. Кірмейді, кірмеуі керек. Бірақ есіктің тұтқасы баяу қозғалды. Есік сықырлап ашылды. Айжан көзін ашпады. Бірақ бәрін сезіп жатыр. Бөлмеге кірген салқын ауа, бөтен тыныс, біреудің бар екенін білдіретін үнсіздік. Шам жанып тұр еді. Жарық бөлмені толтырып тұрған. Сол жарық Айжанға соңғы тірек секілді көрінді. Өшпесе екен деп ойлады ол. Ерлан шамға жақындады. Оның көлеңкесі қабырғада созылып үлкейіп кетті. Айжан сол көлеңкеге қарап жатып өз ойынан қорықты. Бұл бір сәт еді. Бірақ сол сәттің салмағы ауыр болатын. Ерлан шамды үрледі. Жарық бір сәт дір етті де өшті. Қараңғылық. Енді бөлме жоқ секілді. Енді уақытта тоқтағандай. Көз ештеңе көрмейді. Тек есту, сезу ғана бар. Ай сәулесі терезеден сығалап ақ көрпенің шетін күмістей көрсетіп тұр. Айжан тынысын ішіне тартып қозғалысы жатты. Ал қараңғылықта бір нәрсе өзгеріп қойған еді бөлім. Ақ көрпенің астындағы тыныс. Қараңғылықта уақыттың жүрісі өзгеше еді. Бір сәт мәңгілікке созылғандай. Айжан көзін жұмулы күйі жатты. Бірақ ұйқы жоқ. Керісінше бүкіл сезімі сергек. Әр дыбыс, әр қозғалыс бірнеше есе анық естілетіндей. Ерланның тынысы. Ауыр емес.
Бірақ тым жақын. Ол әлі сөйлеген жоқ. Бұл үнсіздік Айжанға сөзден де қатты әсер етті. Кейде айтылмаған сөз айтылғаннан қауіпті. Төсек сәл ғана қозғалды. Ерлан отырды. Айжанның жүрегі дүрсілдеп кетті. Орнымнан тұруым керек. Бірақ денесі тыңдамады. Ақ көрпе иығынан сәл төмен сырғып кеткенін сезді. Бірақ оны түзетуге батылы жетпеді. Қозғалса, бәрі айқындалып кететіндей. Екеуінің арасын бір ғана ауа бөліп тұрғандай. Ерлан қолын көтерді ме, жоқ па, Айжан көрмеді. Тек бір сәттен соң шашына тиген жылы жанасуды сезді. Бұл қол қатты емес. Өктем емес. Тек баяу. Саусақтары шашының арасынан сырғып өтті. Сол бір қозғалыс Айжанның ішін бір түрлі босатып жіберді. Тынысы тереңдеп, ерні өздігінен сәл ашылды. Тоқта, деп айтқысы келді. Бірақ дауыс шықпады. Ақ көрпенің астында тыныс пен тыныс араласып кеткендей. Әлі бөлім. Айтылмаған сөздер. Айжан, деді Ерлан ақырын. Даусы төмен. Сыбыр да емес. Бірақ тым жұмсақ. Бұл бір ғана сөз еді. Бірақ сол сөздің ішінде қанша жыл жиналған үнсіздік бардай сезілді. Айжан жауап бермеді. Үнсіздігі келісім емес. Бірақ қарсылық та емес. Ерлан қолын қайтадан шашына қойды. Бұл жолы ұзақ ұстамады. Саусақтар бір сәтке ғана аялдап кейін шегінгендей болды. Сол шегіну Айжанға ауыр тиді. Неге? деген сұрақ ойына келді. Бірақ ол сұрақты өзінен қорыққандай тез қуып жіберді. Екеуі де сөйлеген жоқ. Бірақ екеуі де бәрін түсініп тұрғандай. Бұл айтылмаған сөздердің түні еді. Бөлім. Тыйым мен әлсіздік. Айжан кенет өзінен ұялды. Өз ойынан. Өз үнсіздігінен. Өз әлсіздігінен. Мен не істеп жатырмын? Деп іштей өзін жазғырды. Ақ көрпе астында жатқанын сезіну бұрынғыдай емес еді. Ол енді қорған емес, шекара сияқты. Ерлан орнынан қозғалғандай болды. Айжан жүрегімен соны сезді. Кетсе екен, деді іштей. Бірақ сол тілектің астарында басқа бір сезім жатқанын өзі де мойындағысы келмеді. Ерлан қолын алып кетті. Төсек қайтадан сәл қозғалды. Айжан сол сәтте тынысын еркін алды. Бірақ ішіндегі бір нәрсе босап қалғандай болды. Бөлім. Таң алдындағы үнсіздік. Түн біртіндеп сейіле бастады. Терезеден түскен ай сәулесі әлсіреп орнын бозғыл таңға берді. Үй іші қайтадан таныс кейіпке енгендей. Ерлан әлі бөлмеде. Бірақ енді бәрі басқаша. Екеуі де қозғалыссыз жатты. Араларында ештеңе болмағандай. Бірақ бәрі өзгеріп кеткенін екеуі де білді. Айжан көзін ашты. Ақ көрпе. Төбе. Сол бөлме. Бірақ өзі бұрынғы Айжан емес еді. Бөлім. Жарық қайта жанғанда. Таң атты. Ерлан ештеңе деместен бөлмеден шықты. Есік баяу жабылды. Бұл жолы сықырламады. Айжан орнынан тұрды. Терезеге барып сыртқа қарады. Ауыл оянып жатыр. Бәрі әдеттегідей. Тек оның ішінде бір нәрсе сынғандай. Ас үйде кездескенде көздері түйіспеді. Екеуі де үнсіз. Бірақ үнсіздіктің өзі енді ауыр еді. Жарық қайта жанды. Бірақ түнде болған үнсіздік өшкен жоқ.